Қайырлы күн, менің оқырмандарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оңай дайындалатын ленивый голубцы рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге керек заттар: қызанақ, қырыққабат, тартылған ет, аскөк, сәбіз және пияз. Қырыққабатымызды алып, осылай домалақтап кесіп аламыз. Шамамен қалыңдығы 2 см болуы қажет. Осылай барлығын дайындап алдым. Келесі кезекте противенімізді алып, үстіне пергамент қағазын төсеп, қырыққабаттардың үстіне қызыл қара бұрышты сеуіп, тұзымызды себуді ұмытпаймыз екі жағынан да. Осылай дайындап аламыз. Келесі кезекте пиязымызды көбіктеп тураймыз. Сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Қызанағымызды домалақтап кесіп аламыз. Қызып тұрған табамызға майымызды қойып, пиязымызды қуырып аламыз. Үстінен сәбізімізді салып 2 минуттай қуырып аламыз. Келесі кезекте аскөгімізді уақтап тураймыз. Дайын болған сәбізімізбен пиязымызды салып, үстіне аскөгті салып, жақсылап араластырамыз. Осылай барлығын салып аламыз. Барлығын араластырып қойдым. Дайын тұрған қырыққабаттың үстіне етімізді домалақтап, осылай домалақтап аламыз. Мінекей, үстіне саламыз. Барлығына салып шығамыз. Осылай салып шықтым. Келесі кезекте үстіне қызанағымызды салып шығамыз. Дәл осылай. Фольгамен бетін жауып, қызып тұрған пеште 200 градуста 1 сағаттай пісіріп аламыз. 1 сағат өткен соң 15 минут фольганы алып тастап, тағы да 15 минут пісіреміз. Мінекей, голубцымыз дайын болды. Гарнир ретінде күрішпен ұсынуға болады. Өте дәмді болып шығады. Тамағым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Назарларыңызға рахмет.